Саламатсыздар ма? Менің есімім Мейрамгүл. Менің қыздарым, отбасым, Инабат қызым, Аянат қызым. Жолдасым жаңа жұмыста, жолдасым жасы 39-да. Мен өзім 33-демін. Үлкен қызым өлеңге сондайға жақын. Құдай қаласа, қызымды сонда өнер студияға бергім келіп жүр. 6 жастан бастап алады екен ғой. Өнер студияға. Ал кішкентай қызым енді более шустрый, екеуі де шустрый негізі. Бірақ мына кішкентай мынаны ұрады сондай да. Сәл басқашалау да мінезі. Үлкенім бірақ более ішлей не қылмайды, бірақ ақылмен не қылады, шешеді да барлығын. Дорамаринге дейін енді ішлей мындай деп айта алмаймын да, жақсы. Дорамаринге дейін де жақсы, кейін де жақсы. Ол просто мен қызымда не болды жаңағы. Ішім дейтін да кішкене анау майда нелер болатын еді ғой. Ит, глистима, жаңа сондайлар болған. Қазір кетті, тфай. Уже бір аптама ішті қой дорамайынды, іш бастағаннан кейін үлкен дәреттен байқадым ғой, кәдімгі личинканың сырттары жүрді. Сырттары шықты бірінші да. Уже содан ақ байқадым да. Кейін уже аппетиттер жақсарды, тамақты жақсы жеп, жаңағы ұйқылар тыныш, мысалы азанғы 8-де тұрып алатындығын 7-де, қазір 9-ға дейін ұйықтай береді, мысалы 10-ға дейін де, 7-де тұрмайды да енді, тфай. Ұйқылар тыныш, сосын тамақ алыстары жақсы, ішіндегі тазарып ата деген сөз деп ойладым да мен өзім. Содан кейін мен балдарым үшін заказ беруді өзім деп шештім да. Балдарым жақсарып атмаз, ол зиян жоқ, пайдалы деп. И педиатрдан да сұрап едім, олар айтты, егер не ала алсаң, ала бер, жақсы, ол өте пайдалы деп, дорамарин. Иә, сол 2019-дан бері сол дорамарин қабылдап келатқаннан бері бізде денсаулығымыз жақсы, нығайып, иммунитетіміз де жақсарып, ешқандай жаңа сырқат, ешқандай жоқ, жақсымыз, шүкір. Өздеріне ұнап ішкеннен кейін, адам мысалы тағамды өзі ұнатып ішсе, ол денсаулығына өте жақсы пайдалы болады. Мен соны білемін, сезем да. Қыздарым сөйтіп ішіп жүргеннен кейін мен олардың денсаулығына өте жақсы пайдасы бар екенін біліп, сезіп, содан кейін беріп жатырмын. Бізге өте ұнайды. Тапсырыс беріп жүрміз. Ұнайды. Әрі қарай да тапсырыс береміз, иә?